Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес, бала туған, асырап алған немесе нәрестеге қорғаншылық рәсімдеген кезде 4 түрлі төлем қарастырылған. 2 мемлекеттік жәрдемақы және 2 әлеуметтік төлем. Бірінші кезекте бала туғанда бір жолға жәрдемақы төленеді. Оның мөлшері бірінші, екінші және үшінші балаға 38 айлық есептік көрсеткішті, 4-ші және одан көп балаға 63 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Жұмыс істемейтін аналарға бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы беріледі. Жәрдемақы балалар санына байланысты сараланады және оның мөлшері 5,76 айлық есептік көрсеткіштен 8,9 айлық есептік көрсеткішке дейін болады. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына жұмыс берушілер аударымдар жасаған жұмыс істейтін әйелдер олардың жүктілігіне және босануына, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты табысынан айырылу жағдайы бойынша төлемді талап ете алады. Оның мөлшері соған құқы бар әйел адамның соңғы 12 айдағы орташа айлық табысына байланысты болады. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу жағдайы бойынша соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысынан 40% мөлшерінде әлеуметтік төлем де жүзеге асырылады.